Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде 3-ші бөлім. Қазақстандағы жан-жануарлар мен өсімдіктер әлемі. 1-ші сабақ. Қызыл кітап. Жаңа сөздермен таныс болайық. Ерте заман, қорғау, одақ, өсімдіктер, деректер, жойылып кету, сирек, тіркелген, барыс. Тыңдалым оқылым тапсырмасы, 3-ші тапсырма, 51-ші, 52-ші беттер. Мәтінді оқы. Қызыл кітап. 1948 жылы әлемде алғаш рет табиғатты қорғау одағы құрылды. Бұл одақ жер бетінен жойылып бара жатқан жануарлар туралы кітап шығарды. Ол қызыл кітап деп аталды. Қызыл кітап деген атауды ағылшын ғалымы Питер Скотт ұсынды. Қазақстанның қызыл кітабы алғаш рет 1978 жылы шықты. Онда тіркелген жануарлар мен өсімдік түрлері туралы қысқаша, қазақша, ағылшынша деректер берілген. Сонымен бірге тіркелген жануардың суреті, Қазақстан аумағында таралу картасы, ол туралы ақпарат көрсетілген. Қазақстанда құстардың 18 отрядқа жататын 489 түрі бар. Олардың 58-і қызыл кітапқа тіркелген. Оларды адамдар көп аулайды. Сол себепті азайып барады. Қазір олар қорғауға алынған. Қазақстанның қызыл кітабына өсімдіктердің 307 түрі тіркелген. Кірген. Қызыл кітапқа қазақ жеріндегі барыс, аққу, бүркіт, бірқазан, тырна, қызыл қасқыр және тағы да басқа аңдар мен құстар да тіркелген. Оқылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Мәтінді түсініп оқиды 1 балл. Мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды 1 балл. Жазылым тапсырмасы, 2-ші тапсырма, 51-ші бет. Қызыл кітап туралы не білесің? Деген сұраққа жауап бер. Диаграмманы толықтыр. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Сұраққа жауап береді 1 балл. Әр толтырылған 6 диаграммаға 1 пайдан барлығын қосқанда 6 балл беріледі. Орфографиялық жазу сауаттылығын сақтайды 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.